Пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам, ана құрбан шалып атамыз ғой ертең. Құрбан айтты. Малды сойған кезде бисмиллахи Аллаху акбар деп сойған кезде дейді, алғашқы атылып шыққан қанымен иесі кешіріліп кетеді дейді пайғамбарымыз айтады саллаллаху алейхи вассалам. Бұл кешіріледі, иә, қараңыздар. Енді малдың үстіндегі қылдың саны мен сауаптың мөлшері жазылады дейді. Көрдіңіз ба? Мал үлкен болған сайын сауабы көп болады қажеке. Шамасы жететін жігіттер сиыр шалыңыздар. Сиыр шалыңыздар. Жылына бір-ақ рет келетін құрбан айт. Ағайынның бәріне беріңіздер, малдан таратып, көрші бар, көлем бар, бір бөлігін үйге алып қалыңыздар деген сияқты ғой. Вообще шамаң жетсе түйе шал қажеке. Көрдіңіздер ме? Болама шалуға болады ғой. Бар ғой, ондай азаматтар бар ғой, түйе шалатын азаматтар бар. Оған шама жетпесе 7 адам бірігіп шалуға болады қажекелер. Мына ірі қара малдарым бар ғой, сиыр мен түйені 7 адам бірігіп шалса болады. Бірақ қажекелер бір носы бар бұл жерде. 7 адам бірігудің бір носы бар. Егер де алтауының ниеті құрбандық үшін шалып жатыр да, құрбан Алла разылығы үшін. Біреуінің ішінде Құда қаласа етті басам деп тұр да, ет болып тұр ниеті. Ана алтауының құрбандығы бұзылып кетеді қажекелер. Көрдіңіздер ме? Сол үшін де сақтық ретінде бір адамның өзі сойғаны абзал. Бірақ енді сондай жолдас балдар шығып қалады, кейде 7 бала давай бір түйе сояйық өзіміз. Алла үшін деп атсыз да, проблема жоқ. Бірақ бір тексеріп алыңыздар да, түріне қарап. Сен түрің не тоғысы бар ғой. Ет қалқын кеп тұрған жоқ па сенің? Абайлаш осы, біздің құрбандығымыз дала кетіп қалмасын. Деп ананы істеп алу керек, бәрі ниеттерін бір жөндеп тексеріп алу керек. Алламен шыншыл болсаң, Алла жәрдем береді қажеке. Алламен. Өтірік шалғысы келген адамның кейпін көрсетіп, бірақ іштен ондай ниет жоқ, әшейін далбасылап, онда шала алмайсың. Елдос ұстаз айтып отыр ғой, сенен қадам болу керек деді Аллаға. Бір қарыс қадам болса, Алла саған қарай 2 қарыс дейді. Бірінші бізден қадам болу керек қажекелер. Бізден ниет болу керек. Сол кезде барып Алладан не болады? Жәрдем болады. Демек көрдіңіздер ғой, құрбан айт, пайғамбарымыз айтып жатыр, шамасы жетіп тұрып құрбан шалмаған кісі біздің намаз оқитын жерімізге келмей қоя салсын дейді. Өте бұл ауыр хадис, түсіндірмесін. Алла тағала Құран кәрімде сіздердің барлықтарыңыз жаттаған қиын сүреде айтады. Инна аътайнакал каусар фасолли ли раббика ванхар инна шани'ака хувал абтар дейді. Фасолли ли раббика ванхар. Көрдіңіз ба? Раббың үшін намаз оқы және құрбан шал дейді. Кеше құрбандықтың тарихын айттық, қалай басы басталған. Ибрахим пайғамбар баласымен болған оқиғасында айттық.